Таразда 1445 көше бар. Оның 838 асфальтталған, ал 607-сіне шағал тас төселген. Біз қазір тұрған Мәмбет Батыр көшесінде қарқынды жұмыс жүргізілуде. Жуырда халық игілігіне жаңа жол берілмек. Қазіргі таңда Мәмбет Батыр көшесі бойынша қалып тұрған 3-ші учаскеміз қалып тұр. Проспект Жамбылдан неге қартай? Кольцоға қартай. Сол учаскенің бірінші қабат асфальтын төсеп қойды, крупнозернистый асфальт. Қазіргі таңда дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жақын арада екінші қабаты төселеді, 6 сантиметр шыма. Июньнің аяғы июльдің ортасына дейін бітіріп қаламыз. Халыққа жақсы айналайын, рахмет. Тәуір ғой мынау. Қайда мынау асфальт төсегенде айтып. Анау жақсы ма, мынау жақсы ма? Тәуір ғой мынау деген. Жөнделіп жатқан жер жақсы ғой, нормальный кішкене енді. Екінші слойдан нормально жақсы болады енді. Оған рахмет енді. Қандай жақсы, өзіңе приятно. Анау шаң топалаң мердеш өлдік қой өкпе болды. Мәмбет Батыр көшесінің ұзындығы 4,9 шақырымды құрайды. Сонымен қоса қазірде Шостакович көшесіне де жаңа жол салу жұмысы басталды. Қазіргі таңда Жансүгіров пен Рысқұлов көшесіне дейін бордюрлар орнату, жол бөлігін кеңейту жұмыстары жүргізілуде. Шостакович көшесі бойынша айта кететін болсақ, нысан тоже өтпелі нысан болып есептеледі. То ЮНИСЕФ мердігер мекеме ұтып алған. Жалпы қаражаты 515 миллион, биылдыққа бөлінген қаражат 333 миллион. 24 жылға 181 миллион қарастырылған. Жауаптылардың айтуынша алдағы уақытта Таразда көше, бұрылыс, тұйықтарды қосқанда жалпы 140-тан аса жөндеу жұмысы жүргізілмек.